Мұсылманды урматтоо 16. Хариса бин Вахб радиаллаху анху айтты: Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың мындай деп айтып жатқанын ұқтым. Ким бейіштік екенін айтайын бы, деді да, қайра сөзін улап, алсыз пенде, башқача айтқанда, сылық, жақшы, жұмшақ мүнөздүү болғандығынан адамдар аны алсыз деп ойлашот. Егер ал ант ичсе, Алла Таала анын антын жүзөгө ашырат. Анан тозоқы кишини айтайын бы деп мындай деді: Дүйнөкөр, сараң, текебер, мүнөзү начар кишилердин баары тозоқу. Хариса бин Вахб радиаллаху анху айтты: Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың мындай деп айтып жатқанын ұқтым. Ким бейіштік екенин айтайын бы, деді да, қайра сөзін улап, алсыз пенде, башқача айтканда, сылық, жақшы, жұмшақ мүнөздүү болғандығынан адамдар аны алсыз деп ойлашот. Егер ал ант ичсе, Алла Таала анын антын жүзөгө ашырат. Анан тозоқы кишини айтайын бы деп мындай деді: Дүйнөкөр, сараң, текебер, мүнөзү начар кишилердин баары тозоқу. Хариса бин Вахб радиаллаху анху айтты: Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың мындай деп айтып жатқанын ұқтым. Ким бейіштік екенин айтайын бы, деді да, қайра сөзін улап, алсыз пенде, башқача айтканда, сылық, жақшы, жұмшақ мүнөздүү болғандығынан адамдар аны алсыз деп ойлашот. Егер ал ант ичсе, Алла Таала анын антын жүзөгө ашырат. Анан тозоқы кишини айтайын бы деп мындай деді: Дүйнөкөр, сараң, текебер, мүнөзү начар кишилердин баары тозоқу. Бухари.